Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өзбек халқының ұлттық тағамы палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керек заттарды жақсылап жуып, турап аламыз. Кез келген етті пайдалансаңыз болады. Қой еті, қарамал еті, жылқы еті. Сонымен палауымызды бастаймыз. Бірінші қызып тұрған майда жақсылап етті қуырып аламыз. Егер сіз құйрық май қосатын болсаңыз, алдын ала майды қуырып алу керек болады. Бүгін мен құйрық майсыз жасаймын. Етті жақсылап қызартып қуырып болғаннан соң, оның үстіне пиязды салып қуырамыз. Пиязды да жақсылап қуырамыз, қызартып. Осылай қып-қызыл болып қуырылғаннан соң, үстіне сәбізді салып, тағы да қуырамыз. Сәбізді шамамен 7-10 минут қуырамыз. Сәбіз қуырылып дайын болғаннан соң су құямыз. Міндетті түрде қайнаған су құйыңыз. Су жарты сантиметрға ғана артық болу керек. Алдын ала 5-6 сағатқа суда жібіген ноқатты саламыз, яғни нут. Және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Менде зира. Әрі қарай сарымсақ, бүтіндей салдық, және тұз. Осылардың барлығын салып, жарты сағат қайнатамыз. Мен бүгін осындай лазер күріштің осындай сортын пайдаланамын, немесе қалаған түрін пайдалансаңыз болады. Палаудың суы жарты сағат қайнағанша күрішті тазалап жуып, үстіне қайнаған су құйып, тұз салып, бетін жауып қоямыз. Сорпасы міне жарты сағат қайнады. Енді үстіне жібіген күрішті саламыз. Осылай салып, бетін тегістеп, 5 минут жоғарғы отта қайнатамыз, бетін жауып. 5 минут өткеннен соң осылай аламыз да тек қана бетін, күрішті араластырамыз. Егер су тимей қалған жері болса, ол жерлері піспей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай жақсылап бетін ғана араластырып шығамыз. Астымен араластырмаймыз. Араластырып болғаннан соң осылай ортаға үйеміз. Жақсылап осылай басып, ортасына үйіп, күрішті. Осындай тесіктер жасаймыз. Ішінен бу шығып, барлық күріш бірдей пісуі үшін. Осылай 15-20 минутқа қалдырамыз, астын баяу отта. Күріш бізде толық 20 минутта пісіп шықты. Енді жақсылап араластырамыз. Міне біздің палау дайын болды. Сондай керемет, дәмді болып, тәбетті ашатындай болып дайын болды. Нағыз шашпа палау болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде бір жасағаннан шығады. Мен осылай қайнаған жұмыртқамен, сарымсақпен және жылқы етінің жаясымен ұсындым. Сіздер де өз қалауыңызша әрлеп ұсынсаңыздар болады. Әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.